Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Жаңа жылға деген настроенияларыңыз жақсы болып жатыр ма? Мен бүгін Райана мен Зейнге күшті челлендж ойлап таптым. Олар бүгін күні бойы сөзсіз жүру керек. Яғни оларға сөйлеуге болмайды, бірақ күнделікті тірліктерін жасамауға болмайды. Яғни завтрак ішеді. Қандай завтрак екен мен всегда өзім дайындап беремін оларға, бірақ олар өздері таңдау керек, ымдап маған барлығын жеткізу керек, комнаталарын жинау керек. Бірге жұмыс жасайтын болады. Мен, комментировать етіп оларға тапсырмалар беріп тұратын боламын. Сөзсіз қалай екеуі бір-бірімен келіседі екен, маған қызық болып тұр. Сондықтан достар, қазірден бастап комментарий, лайк обязательно басып, жазып кетіңіздер, бізді қолдап. Қазір Зеймен Райанаға айтатын боламыз. Реакциясын бірге көретін боламыз. Олар әлі бұл идея туралы білмейді. Так, кеттік достар, айтатын боламыз. Привет! Ты жаздың ба? Я, только кашель. Наконец-то! Только кашель ма? Я. Көп сөйлей алмайсың, я сен, я? Сөйлеймін. Сөйлесең жүтеліп қаласың ғой. Көп сөйлемем ақ ма бүгін? Сен же қалай? А у меня все нормально, у меня только вдруг горло и просто все. Значит, мынақа отыр Зейн. Мен сендерге бүгін күшті челлендж ойлап таптым. Екеуің как раз жүтелей бересіңдер сөйлеуге. Сөйлейін деп атсаңдар, я? Бүгін сендер 24 сағат сөйлемейсіңдер. Ой, басал ма? Жоқ. Дайынсыңдар ма? Жоқ. Неге? Я думаю, это будет тяжело. Күшті ғой? Сөйлемейсіңдер, маған ымдап жеткізесіңдер. Қандай завтрак жейтіндер, достар, біз қазір ұйқымыздан тұрмыз. Саған да хат көріп ма? Жоқ, достар, мен сөйлей аламын. Мен комментировать етіп жүрем бұларды. Бірақ зато сіз бізді түсінбейсіз. Я, мен сендерді түсінбеймін. Сендер маған түсіндіру керексіңдер. Қандай завтрак жейсіңдер, не істейсіңдер, ымдап маған жеткізесіңдер. Тек қана сөйлемейсіңдер, қалғанның барлығы рұқсат. Жүрей ма? А сен будешь угадывать? Я. Райана? Давай. Это же для мамы тоже тяжело будет. Давай. Все, дайынсыңдар ма? Да. 1, 2, 3. Сөйлемейміз, болды. Все. Так. Біз ұйқымыздан енді тұрып жатырмыз, сондықтан бұлар әлі завтрактарында ішкен жоқ, достар. Кім қандай завтрак ішеді? Қазір мен барлығын мыналарға көрсететін боламын. Бізде екі түрлі завтрак бар. Шарики? Шарики? Сен ше, шарики жемейсің ба? Тоже? Мында. Ой. Так. Шоколадпен жасайын ба бұны? Шаймен? Ал, шоколадпен саған? Шаймен? Мына жақта? Не бар о жақта? Қазір қошайын ба? Магазинге барайын ба? Холодильник, холодильникті ашамын, сосын? Дәу нәрсе ма? Майонез! Йогурт! Угадала, достар, наконец-то Раянаның завтрагымен определиться етті. Раяна йогурт жейтін болды. Сен? Жоқ, газировка ішуге болмайды саған. Сен тамағың ауырып жатыр. Бұл тәтті, достар. Тем более қышқыл. Су? Төгейін ба? Төгіп тастайын ба? Не деп отыр? Не ол? Суды бокалға құйып берейін ба? Суды бокалға құйып берем. Чай ма? Блин, білмей қалдым ғой. Чай, я? Райкодан чай ішеді, я? Мен сен ше? Ал, достар, қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Екеуін, ымдап, әптен қинап, барлық бүгін тірліктерін осылай сөзсіз істейтін боламыз, я? Сендерді еще білесіңдер ма не күтіп тұр? Уборка! Мен жоқ, уборка жасамам. Мен бұл видеода, достар, тек қана оператормын. Түсінікті ма? Тек қана оператормын. Мен бүгін тек қана оператор боламын, сіздерге барлық қызықтарды көрсетемін. Деген болмайды. Так, завтрактарын ішіп алдым, но екеуі что-то расслабились. Не? Не дейді, но?
А? Су ішесің ба сен? Су әкеп берейін ба? Не? Не, шок па? А, холодильникте тұр ғой алсай? Менікі ма емен, а? Ну, қалай челлендж болып кетті. Хорошо, мына сокты таусыңдар да, и сразу комнаталарды жинауға кірсіңдер, мақма? Емес. Мұздай ма? Все, дайынсың ба? Уборкаға кірсеміз, давай. Мен ба? Көмектесейін ба? Саған көмектесейін ба? Что аттырын ау? Райна, комнатаңды жина дейме саған? Бұл есікке нең бар сенің? Не? Не дейтін ау? Терезені сүртесің ба? Сүрте бер. Жеткіз керек па саған? Все, қазір әкеп берем. Бар, жинай бер комнатаңды. Мә, қызыл екен ғыны, я? Саған не керек? Не керек саған? Не? Швабра! Пол жуайын жатыр. Ура! Сен пол жуады! Электрический швабра! Сөйлеуге болмайды. Электрический. Не деп жатыр, достар? Электрический швабра сұрап жатыр ма? Химчистка заказ берейін ба? Не? Швабра. Болды, түсінді. Миың ашып кете ма, оны қосқан кезде? Надо елің ұстай ма? Шумно бола ма? Ол, онда телевизор. Өзің аласың ба? Ладно. Саған терезе сүртетін, е? Ну ладно, комнатаға бара берге апырым. Крайкона мына терезе сүртетін тряпочка и терезе сүртетін жіткіш. Не? Менің комнатам таза. Нең бар менің комнатамда? Пылесос. Вот, пылесос. Ал. Иди жина. Достар, көрдіңіздер ма сен дейді. Ал, Райна, давай. Сен комнатаң жина. Не, келістік қой, давай. Бол, тез. Ұйқымызда енді тұрғанбыз, енді үйдің бәрін жинатып аламын. Давай. Пум. Жинаймыз. Райан отылып қалайын деп жатыр. Давай. Не? Бір нәрсе әкелейін ба? Голова болит. Басың ауырып жатыр ма? Кашель. Мені, походу, Райана мен сені тупой деді ау жұмыштерінен. Ей, маман солай айтам екен. Давай, жина. Бүгін челлендж. Сөйлеуге болмайды. Болды? Онда төсегін жина енді. Давай. Мен. Не істейсің? Тастай салайын ба? Магазинге барып келейін ба? Осындай суға кән. Райананың любимый суын көрсетейші да мен? Райананың любимый суы. Достар, қараңыздар, кислородный. Все, не? Стинан. Кислородный су. Осыны әкелейін ба магазин? Бар қояды ішінде. Мен барамын суды. Мен барамын суды. Суды қойып қоям. Өзіге қойып қойатын уақыт болды ғой. Өзің барып қойып қоятын уақыт болды ғой.
ладно, жина давай. Давай, плюс ұста. Стенадан ең бар, үйді плюс ұста бар. Давай. Саған әйтеуір көмек керек емес па? А то Раянаның ымдарынан дым түсінбейсің. Телефон. А? Істемей қалды ма не? Ремонтқа апарайын ба сен? Зарядкаға қою керек па? Ну ладно. Давай. Ей, не жазып жатсың сен? Давай, комнатаңды жина. Болдың ба? Молодец. Райкона, сен де болдың ба? Достар. Райна өлең айтып жүр. Компьютер ойнаймын? Жоқ. Райна! Все, достар. Что-то мына челленджді тоқтату керек сияқты, потому что мен бала шағым уже кішкене алжып бастаған сияқты. Все, мақұл, жүр. Райконай. Все, шығамыз. Райна комнатаға кірмеңдер деп айтып жатыр. Ол комнатасына адамның кіргенін онша жақтырмайды. Так, комнатасы. Тап-таза болып қалды ғой. Күшті болды. Дед Мороз? Подушка? Подушка? Пикми. Дұрыс қой? Пикми ол? Пикми. Короче, достар, маған қызық болып бара жатыр, сондықтан челленджді аяқтау керек. Мыналар уже қуып кетті кәдімгі. Все, челлендж аяқталды. Не дейсің? Типа Дед Мороз. Все, Зейн, молодец. Сендерге ұнады ма мен челленджім? Конечно! Наконец-то сөйлеп атырық десең. Ұнады ма? Я. Не oldu? Райна көп жүгіріп қойды. Ұйықта қалыпшы. Достар, давайте, осы видео сендерге ұнаса, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, тіркеліңді, колокольчик басыңдар. Пока-пока! Достар, сіздерден өте көп қолдау күтетін боламыз. Достар, обязательно осы видео лайк басып кетіңдер, бізді қолдап кетіңдер. А то көп адамдар бізді без подписки көріп отыр. Много подписок. Достар, біз 100 мыңға жетуімізге сәл ғана қалды. 36 мың қалды. Примерно 70-ке уже жетіп қалдық. Сондықтан обязательно бізді қолдап 100 мыңға жеткізерікші. Пока-пока! Пока-пока! Кім осы конецқа дейін көрсе, сол ең молодец и ешқашан енді алмайды. Уже до конца көрді ғой, они даже тогда другой көрмеді до конца. Он даже не понял. Пока-пока! Пока!